Сәлеметсіздер ме? Бүгін керемет қойылым болып жатыр. Абай Құнанбаевтың өмірінен үзінді. Керемет шығарылым. Біз 21 ғасырда жасалатпыз ғой. Сол жасап жүріп, 18 ғасырға Абайдың өміріне қайттық. Қандай өмір, қандай қиыншылық, қандай замандар өтті. Біздің алдын қандай болды, біз қазір қандай болдық. Өте керемет сезіндім. Оны сөзбен баяндап болмайды, оны көру керек келіп. Енді сіздерді шақырамын, келің. Бүгін театрымыздың маусымның 70-ші ашылымына келдік. Ұлы Абайдың спектаклін көріп тамашаладық. Енді ол 11 жылдан кейін қайталанып тұр екен. Керемет, сол күйінде көрермен ретінде өте жақсы әсер алдым. Театрдан рухани адам демалып қайтады. Сол рухани демалысын болды. Сомдаған актер, актрисаларға өте ырзамыз. Бүгін Абай трагедиясына келген болатын. Қойылым жоғары деңгейде өтті. Маған қатты ұнады. Бұл қойылымда мен сұрақ қою арқылы осы билетті ұтып алған болатынмын. Маған қатты ұнады. Мен бүгін Абай трагедиясына шығып тұрмын. Маған өте ұнады, әсерлі болды. Өмірімде театрға бірінші рет келіп тұрмын. Келесі жолда осындай спектакльдерге үнемі келіп тұратын боламын. Маған күшті әсер қалдырды. Абайдың басынан өткен өмір баяны.